Сәлем достар, сіздермен болған мен Жолзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы Жеті гүл сериалын түсірші деп көп адамдар жазды комментарияға. Бұл бізде бірінші бөлімі, сіздерге бұл сериал ұнайды және де қызықты болады деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Мен сериямды бастаймын, сіздер тамашалаңыздар. Мен аналарға қандай тамақ берсем болады екен? Тезірек дайындалатын тамақ қандай екен? Холодильникті көрейінші. Лағман бар екен, осы лағманды істеп жіберейін. Осы лағманды алайын. Анашым, сіз тамақ істейін деп жатсыз ба? Иә, тамақ істейін деп жатырмын. Қарындарың ашты ма? Қатты ашпадым. Мен өзім істеймін, сіз бара беріңіз, әкеліңіз. Сіздің аяғыңыз ауыр ғой. Барыңыз ендеше, сіз демалыңыз, мен өзім істей беремін. Жоқ, қызым, өзім істеймін, сен бара ғой. Жоқ, анашым, өзім істеймін дедім ғой, өзім. Сіз бара беріңіз. Жақсы, қызым, рахмет. Ендеше біз лағман істейік, және де бетіне сыр қосайық. Так, бізге кастрол керек. Қыздар, жүріңдер, қарыңдарың ашқан шығар. Месендерге сүйікті бәліштеріңді жасадым, және де лағман істедім. Жүріңдер. Ура! Біздің жақсы көретініміз бәліш, кеттік. Мен бірінші барамын. Жоқ, мен. Жүріңдер, екеулеріңді мен апарамын. Мамаларың кәні? Ол демалып жатыр. Мен өзім тамақ істеймін деп мамамды демалықтырдым. Себебі аяғы ауыр ғой. Осы бізге де ұл керек қой, маған да көмектесетін адам. Сіздер маған көмектесе алмайсыңдар. Осы не аналарыңа көмектесіп жүресіңдер, маған жондарың ашымайды. Тамақтарың да тұзы өте ащы. Дұрыстап істемейсің бе? Әйке, енді мен тұзда аз қылып салған едім ғой. Келіңіз, сізге шай құйып берейін. Неге шай ішіп беріңіз? Сенің маған шайың керек емес, тамақтарың да керек емес. Анаң істесін тамақты.